Hi everyone. Бүгін сіздермен мен Бақытгүл магистратураның, яғни лексика-грамматикалық тест бөлімін талдайтын боламыз. Менің каналымда барлық бөлім бойынша нұсқа талдаулар бар. Тыңдалым, оқылым бөлімдерінде талдаған болатынмын. Сондықтан каналға өтіп тіркелмесеңіз, тіркеліп алсаңыз болады. Магистратура тапсыруға өте аз уақыт қалды, сондықтан дайындықты бастағаныңыз жөн. Сізге сәттілік. Бірінші жалпы құрылымы барлығы туралы менде видеолар бар. Барлығын танысып шықсаңыз болады. Олай болса, грамматикалық тестке талдауды бастайық. Since the day he ill, he a lot of reading. Яғни бұл жерде қажетті шақты қоюымыз қажет. Қоймас бұрын жалпы сөйлем мағынасын түсініп алуымыз керек, және мынандай сөздерге назар аударуымыз керек. Since деген сөздер, яғни бұл present perfectте қолданылады. Соған орай біз қараймыз қазір мағынасын. Яғни ол ауырып жатқан күннен бері көп оқыды. Яғни ол ауырып жатқан күннен енді өткен шақ болғандықтан біріншісі was болады. Екіншіде жаңағы айтқандай present perfect болады, яғни has done. Сонда толық сөйлем since the day he was ill, he has done a lot of reading. Яғни ол ауырып жатқан күннен бастап көп кітап, яғни көп оқыды. Кітап деген сөз жоқ, көп оқыды. Сонда A жауабы дұрыс болады бізде. Complete the sentence, яғни сөйлем толықтыру керек. I usually television in the evening. Бұл жерде де time expressions, яғни уақытқа байланысты сөзге мән береміз. Ол бізде usually. Usually әдетте present simple'да қолданылады. Сондықтан A нұсқасы дұрыс, watch. Яғни usually, seldom, always, never деген сөздер тұрса, бұл present simple. Сондықтан бізге time expressions өте көп көмегін тигізеді. Дұрыс нұсқасы A. We can't afford on a holiday this year. Яғни біз осы жылы демалысқа бара алмаймыз деген сөйлем. Бұл жерде afford'тан кейін infinitive келеді. Infinitive дегеніміз to plus етістіктің алғашқы формасы деген сөз ғой, жалпы infinitive. Сонда A варианты дұрыс, to go. Henry had wives, яғни Генридің әйелдерінің саны туралы айтылған. Мысалы, Петр I, Петр II деген сияқты ғой. Henry the 8th болады, 8-ші. Had 6 wives, 6 әйелі болған. Неге олай болды десеңіз, яғни реттік сан есімдердің алдында the артикль тұру керек. Henry the 8th had 6 wives. Ал 6 ол жай. Ал 6 ол сан білдіріп тұр, ол есептік сан есім. Enjoy your holiday. I hope you will be there when. Яғни демалыс, жақсы демал. Мен сені сол жерде ауа райы жақсы болғанда болады деп үміттенем дейді. Сонда қараймыз нұсқаларына. The weather is good. B нұсқасы келеді бізге. Aim came to the party, but she didn't stay very long. She left early. Aim және кешке келді, бірақ ол өте көпке ұзаққа қала алмады. Оның кетуі керек болды деген сөйлем жасауымыз қажет. Яғни бұл жерде модальдестіктер берілген. Бізге уақытымен сәйкес келетін, яғни had to. Ол кету керек болды. Өткен шақта, себебі бірінші сөйлем бізде өткен шақта тұр. Didn't stay деп тұр. Сондықтан had to да аламыз, яғни ол кету керек болды. Had to have. Do you have eggs? Яғни бұл жерде артикль қоюымыз қажет. Бұл жерде eggs, яғни жұмыртқа көпше түрде тұр. Сондықтан деген артикльді қоймаймыз.
Бұл жерде нулевой артикль, zero артикль, яғни артикльдің отсутствие артиклі be нұсқасы болады, zero артикль. Do you have eggs? Солай қала береді. Make up sentence from the words given below. Яғни берілген сөздерден сөйлем құрастырыңыздар дейді. Астана, friends, in, we met our. Яғни бірінші біз зат есімді іздейміз. Бұл жерде зат есім we. Екінші орында бізде етістік болу керек. Met болады, иә? We met. Одан кейін толықтаушы сөздер кете бастайды. Яғни мағынасына қарай we met our friends in Астана болды, иә? Бізде C нұсқасы дұрыс болды. Сөйлемді құрастырған кезде ең бастысы зат есім, одан кейін етістік тұратынын ұмытпағандарыңыз дұрыс. His work, he started to plan his holiday. Яғни ол жұмысын бітіріп, демалысын жоспарлауға кірісті дейді, иә? He started деп тұр. Яғни бұл жерде бізде қараймыз. Бірінші сөйлемге қайсысы сәйкес келеді? Having finished, having finishing, finished, being finished. Яғни ең дұрыс нұсқасы бізге сәйкес келетін. Ол having finished. Жұмысын аяқтап дейді. Having finished his work, he started to plan his holiday. A жауабы дұрыс. I have a look at this photo. Яғни сөйлемді толықтыруымыз керек. Complete the sentences деп тұр, иә, бізде. Яғни мынау сұраулы сөйлем болғандықтан бұл фотоны қарасам бола ма деген сұраулы сөйлем болу қажет. Және рұқсат сұраған кезде біз may сөзін қолданамыз. May I have a look at this photo? May I open the window деген, яғни бұл may сөзін біз рұқсат сұраған кезде пайдаланамыз. Дұрыс нұсқасы сол. Complete the sentences. Тағы да сөйлем толықтыру қажет. Maria has 3. Марияда 3, яғни peach, жаңағы өрік бар. Енді 3 болғандықтан көпше түрге қоямыз. CH әрпінен аяқталса сөзі көпшік жалғау, ES әрпімен бітеді. Сонда peaches, D нұсқасы дұрыс. Peaches. Advertising is very old. Examples of advertising as far back as ancient Greece, where cries out messages about then clients' wares to the public. Бұл жерде, яғни реклама туралы айтып тұр, ол тарихы өте ертеден бері келе жатыр деп тұр. Ол Грециядан табылуы мүмкін деген сөз керек келеді бізге, can be found деген, не? Екіншіде, яғни өткен шақт болғандықтан shouted нұсқасы тура келеді бізге. Сонда дұрыс жауабы бұл жерде C варианты болады. You come with us if you don't want to. Яғни бұл жерде бізбен бармасаң да болады, егер қаламасаң деген сөйлем болу керек. Бармасаң да болады деген don't have to болады. Mustn't деген ол мағынасы өзгерек, басқаша нельзя болады, иә? Don't have to. C нұсқасы дұрыс. Have to деген to ол міндетті түрде жүреді, болымсыз түрі don't. Сонда толық сөйлем. You don't have to come with us if you don't want to. Сен қаламасаң бізбен бармасаң да болады деген сөз. Дұрыс нұсқасы C. They covered the goods with canvas lest they by rain. Олар жаңағы товарлардың бетін холстпен жауып қойды, себебі жаңбырға бүлінбес үшін. Бүлінбес үшін деген ол be damaged. Бүлініп қалмас үшін деген сөз, е? They covered the goods with canvas lest they be damaged by rain. Дұрыс нұсқасы A варианты болады. We asked how to the station. Бұны жаттап алу керек, бұл тұрақты.
Asked болса to get болады, иә? We asked how to get to the station. Яғни станцияға қалай бару керектігін сұрадық дейді. Дұрыс нұсқасы C. Coffee now is widely traded commodity after oil. Яғни бұл жерде кофе екінші орында дейді. Самый распространенный товар майдан кейінгі екінші орынды кофе алады дейді. Яғни екінші деген сөзді қоюымыз керек. Оны бірнеше нұсқасы тұр. Дұрысы Z деген артикльмен жүру керек. Реттік сан есім ол Z деген артикльмен жүреді. Сонда дұрыс нұсқасы A вариант. Coffee now is the second widely traded commodity after oil. My brother drove along the narrow road. Менің ағам жаңағы тар жолда мұқият жүреді, яғни мұқият деген carefully. My brother drove carefully along the narrow road. Екі ел жазылады, сонда дұрыс нұсқасы D. Carefully. Аккуратно. My friend cut when she was cooking. Менің досым кесіп алды тамақ пісіріп жатқан кезде. Өзінің мысалы қолын кесіп алуы мүмкін, е? Бұл жерде, яғни she болып тұрғаннан кейін ол қыз өзін кесіп алды, яғни жекеше түрде herself болады. My friend cut herself when she was cooking. Егер he болса, онда himself болар еді, е? Дұрыс нұсқасы